Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз Сәкен мырза мен Динара ханымның шаңырағында қонақтамыз. Бүгін біз өздеріңіздің сүйікті жұптарыңыз Әділет пен Адианадан сұхбат алайын деп жатырмыз. Алла қаласа санаулы күндерден кейін сіздерде той болады. Құтты болсын алдымен. Қалайсыздар? Жақсы. Екеуің бір-бірлеріңізге еркелеп отырсыздар ғой сұхбаттың алдында. Негізі бірінші рет берейін деп тұрсыздар сұхбатты. Бұрын соңды ешқандай жерде ешкімнің сұрағына жауап бермегенсіз. Әділет, енді өзіңізден бастайық. Қолыңызға қондырған құсыңыз құтты болсын. Рахмет. Сіз қандай сезімдесіз? Күшті, керемет. Ешқандай уайым жоқ. Көбісі уайымдап жүр деп қайта-қайта сұрақ қоймайды қалай деп. Бірақ ол бастан бастап белімді буып шешім қабылдағаннан бастап ешқандай бір ойлау, уайымдау, қобалжу деген сезім жоқ. Құдалықта да ешқай кезеңде де болған жоқ, шүкір. Бәрі күшті, ойдағыдай. Негізі көбінесе мына танымал адамдардың ұл қыздары Инстаграм желісінде, әлеуметтік желілерде көрініп жатады ғой, енді тойларда, басқа қуаныштарда. Сіз бұрын соңды көрінбейтінсіз, бой көрсетпейтінсіз. Әкеңіз бөлек жүреді, анаңыз бөлек жүреді, немесе екеуі бірге. Сіз жоқсыз. Өзіңізбен өзіңіз жүрген жігітсіз. Шетірегеде менсіз барады ғой. Неге? Мен өзім онша ұната беремін. Ондай өмірді бүкіл адамдар саған қарап тұрғандай бір жеке өзіңнің шекараңнан өткізіп алғандай болып тұрасың. Сондықтан да енді білемін, әркім өзінің таңдауы ғой. Біреуге ол жағады, біреуге жақпайды. Маған қатты жаға бермейді. Сондықтан өзімнің өмірімді сәл басқалардан алшақта ұстағанды жөн көремін. Бірақ өзіңіздің әлеуметтік желіде парақшаңыз бар. Бірақ бар, иә. Одан да қашпаймын, бірақ та ондай талпынбаймын да. Так адамдар жанымда жүрсе жүре берсін, түсірсе түсіре берсін, ешқандай менде оған қарсылық жоқ. Бірақ талпынбаймын бір блогерствоға ма, әлде бір көрініп қалуға онша ұната бермеймін. Бірақ Олжастың қуанышына ортақтасамыз деп екеулеріңіз де көзге түстіңіздер. Содан басталды ғой барлығы, иә? Сіздер сол Олжасты құттықтауға барған кезде жұпсыздар, иә? Яғни оның алдында танысқансыздар, бас қосып, жігіт пен қыз болып жүрдіңіздер. Енді негізгі сұраққа көшейік. Екеулеріңіз қашан, қалай таныстыңыздар? Біз 1 жыл бұрын Ақтауда, иә. Ақтауда танысқанбыз. Тойға бардыңыз ба? Жоқ, біз тойдан бұрын дос балам Берекет деген өзіне жаңағы Ақтаудан кофейня ашқан болатын. Біз ашылуына жаңағы әкемнің көмекшісі Шарапат үшеуміз ұшып барған болатынбыз. Жаңағы қуанышымен бірге бөлісейік деп. Сол кезде Адиана көріп қалған болатын бір рет. Сол кезде бір ғашық болдым. Бірақ одан кейін шынымен қатты батылым бармады жанына баруға. Себебі Адия менің жаңағы Берекет деген досымның қарындасы болып келеді. Сондықтан бірден бас салып таныса жөнелуге ыңғайсыздау болды. Сонымен арада біраз уақыт суып кетті. Берекет досым тағы да себепкер болды, үйленді. Сол кезде тойына бардық. Ата-анамызбен бәріміз сол кезде екінші рет көрдім. Сол кезде өзім шешім қабылдадым. Өзім барып танысып, бірінші әрекетін жасайын деп. Содан бері бір жыл болды, екеуміз сөйлесіп, біріміз танып, жақынырақ араласып бастағанымызға. Так, осы жерден нақтылай кетейін. Жаңа сіздің әкеңіздің сұхбат алған кезде сол шара туралы айтқан болатын. Бірақ сіз сол сәтте әкеңіздің жанына жақындап айттыңыз, маған мына қыз ұнайды дедіңіз. Яғни сол кезде көз салып қойған болып тұрсыз ғой Адияға, иә? Мәссаған. Сіз көз салдыңыз ба, байқадыңыз ба, осындай бір сымбатты ер азамат сізге қарап тұрғанын? Ұялдым, бірақ қашан келеді екен деп ойладым десеңізші. Яғни сіздер сол сәтте танысқан жоқсыздар. Тек бір-бірлеріңізге сырттай қарап кеттіңіздер. Адам көп болды, ыңғай онша келе бермеді. Біріншіден, екіншіден ұялдым. Берекеттің алдынан туған туысқандары жүріп болып ол жерде, себебі ағайындары. Сондықтан ол кезде сәті келмеді. Бірақ бәрібір бұйыртып, ақыры Құдай соған алып келді. Айналып болсын. Жоқ, айналып келгенде де сол моментті айтайықшы. Бірінші рет көрдіңіз, сосын парақшасын сұраған жоқсыз ба? Жоқ. Жеке жазып, танысып деген әңгіме болмады. Мен жалпы ондай қуанша жоқпын. Жалпы өзімнің жұмысыммен, оқулармен сонымен ғана басым, сонымен ғана қатып жүрді. Ал былай қыздарға жазып, немесе. Бұл моментті отрезать етсін. Жалпы өйтіп әлеуметтік желі арқылы танысу жоқ сізде, иә? Иә, сосын қалай таныстыңыздар екінші рет кездескен кезде? Періште сияқты болып кеттім ба. Екінші рет. Тойда қыздар келіп тұр дейсің ғой, сен маған жаздың деп. Жоқ. Слишком андай болып кеттім ғой. Неге? Әлеуметтік желіге жоқ, мана оны деп. Так, қалай таныстыңыз? Соңғы сұрақ. Екінші рет сосын қалай кездестіңіздер? Ресми түрде бір танысу болған шығар? Екінші рет, Берекетмен жақын дос, ең жақын достардың біреуі.
өзі 2-ақ жақын досым бар, біреуі Қазбек, екіншісі Берекет. Басқа достар ренжіп қалады енді. Жоқ, енді көбінесе жақын араласатын енді болады ғой ондай. Бізде енді ең жақын достардың бірі Берекет. Сондықтан да оның жаңағы әрбір қуанышына да, қайғысына да жанында боламын. Той басталмай тұрып, құдалық емес, туған туысқандары Берекеттің үйіне жиналып, өздері жаңағыдай шай тамақ болып жатқан. Сол кезде мен де жүргем, сол кезде әдемі көріп, бірақ бетіне қарауға ұялдым. Ең бірінші аяқ киім киініп жатқан кезде көрген болатын, тәпішкесін алып беріп, аста тұрған кезде, бірақ бетіне қараған жоқпын. Сөйтіп тойда бірақ дұрыстап танысып, сосын барып қана әрекетін жасадым. Оған дейін онша батылым бармады. Жақсы қабылдады ма сізді? Иә. Қандай сезімде сіз болдыңыз енді? Әділетпен таныстыңыз ғой. Одан кейін, тойдан кейін барлығымыз бір үйге жиналдық. Жастар болып, ағам, жеңешем барлығы. Сол кезде Әділеттің жанына отырып қалған, үлкен дастархан ғой. Сосын Әділет сразу прямо андай өзінің заботасымен қайта мен бокалымы сол газ аяқ қалса қайта құйып беріп, тамақ салып беріп, сөйтіп жатты. Сол кезде қатты ұнап қалып, сол именно істері. Солай. Енді қыздың назы бар деп сізді еркелеп бүйтіп отырған шығарсыз. Әңгімеңізді айтпай, ары қарай не болар екен деп. Енді 1 жыл көлемінде сіздер араластыңыздар, қыз жігіт болып жүрдіңіздер. Неге нақты Олжастың қуанышында ғана көрініп қалдыңыздар? Сіз әлеуметтік желіде парақшаңыз бар, белсендісіз, TikTokқа да видео жүктейсіз. Белсенді дегенде де аккаунттар бәрі жабық болатын. Мен тек қана ұзатудан кейін ғана ашуға рұқсат бердіңіз ба? Оған дейін жабық болатын. Мен сірә өзімнің ештеңе салмайтын адаммын. Қандай не жағдай болып жатса да. Бірақ сол Олжастың қуанышында бір достарымыз сүріп алыпты. Ойламай кетіп қалыпты, содан басталып кетті. Бірақ жақсы болды бір жағынан. Процесті тездетіп жіберді. Ал оған дейін мен өзім ойлап жүргем, қалай сөз саламын, қалай үйдегілерге айтамын, қалай Берекетке айтамын. Соны Құдай ретін салып, көрініп қалып, ол да жақсы болды. Достарыңызға деген реніш болған жоқ па? Неге? Керісінше рахмет. Рахмет деп Керісінше айтасыздар. рахмет айтамын, иә. Себебі жаңағы мен батылым бармай жүрген нәрселерді тездетіп, жаңағы осы процесске тездетіп алып келді негізінде. А так мен десем жүре беретін едім. Бірінші кім хабарласты сол видео таралып кеткеннен кейін желіге? Сендер жүрсіңдер ғой екеуіңдер. Мен еске айтқан. Иә. Маған басқа қыздар жіберген. Содан көрдім мен. Иә, мен TikTokта отырмаймын ғой. Мен де негізі бірінші көрмегенмін өзім. Басқалар жібергеннен кейін барып, уже просмотр жинап тастағаннан кейін барып көрдім. Сосын үйдегілер не деді? Олар да естіген шығар шет жағасын. Негізі олар бұрыннан таниды Әділетті. Менің үйдегілерім барлығы таниды. Мен оларға сразу айтқан, сөйлесіп жүрмін деп. Олар таңғалған жоқ негізі. Хабар бар ол кісілерден. Иә. Енді кешеде мен өзімнің оқырмандарыма сұрақ жолдаған болатынмын. 2 жастан сұхбат аламын, қандай сұрақ жолдайсыздар, не білгілеріңіз келеді деп. Енді бірінші таныстық туралы сұрады. Одан кейін екінші сұрақ, 2 жас немен айналысады деді. Қандай мамандық иелері, қай жерде оқыды, жалпы ортақ бір қызығушылықтары бар ма екеуінің деп. Мәселен. Мен Сүлейман Демирел атындағы колледжді бітіргенмін, одан кейін кино қабырғасын. Екеуінде де қаржы мамандығында. Қазір мен сол өзіміздің отбасылық бизнеспен, мектебіміз бар, жаңағы шай бар, тағысында басқа кішігірім өзім кәсіптермен айналысамын. Әдеп болса, Ақтау қаласында оқығам колледжде. Қонақ үй бизнес маманында маркетолог. Одан кейін әлі мамандықпен жұмыс жасаған жоқпын. Қазір жасамай жұмыс. Бірден алып кеттім. Есепке жақсысыз ба де? Ондай қатты емес. Яғни отбасылық бюджет максимум полна кетейін деп тұр ғой, иә? Жоқ, жалпы өздеріңіз қалай болжайсыздар, елестетесіздер, енді 2 жақтан да жұмыс істейтін шығарсыздар. Десе де, мысалы, азық-түлік алу, ата-енемен тұрасыздар ғой, енді осы жерде әзірше кейін көре жатарсыздар. Десе де тапқан қаражатты қалай бөлісесіздер? Мысалы, бұл кісі әдемі көйлек алғым келеді десе. Бұл кісі есеп жоқ шығар. Әдемі көйлек алғысы келсе алады. Алып береміз. Не сұрайды, соның барлығын алып беремін дейсіз ғой. Иә, өте қуаныштымыз. Енді сөз салуыңыз да өте ерекше болды. Менің таңғалғаным, мен бұны да TikTok арқылы көрдім. Тып-тыныш қана, ешкім жоқ, улап-шулап жүрген адам жоқ. Әділет, енді неге олай жасағыңыз келді? Сол өзімнің табиғи болмысым шығар. Ешкімді қатты араластырмай, қатты шуламай, тыныш өтсе ғана деп. Тек қана әдейі екеуміз барып, сөзін салып, сөйтіп қана қайттық. Достарым шақырғым келді бір жағынан, бірақ екінші жағынан сол
ешкімді әурелеткім де келмеді. Енді андай жеке момент, жеке болса екен дедім енді екеуміздің арамызда қалса. Қандай сөздерді дайындап бардыңыз? Мен ешқандай сөз Бөлек бар ғой, дайындамадым. мысалы өлең шумақтарын шығарып, шамдарды жағып, тағы бірдеңелерді ұйымдастырып, сіздер тыныш қана отырдыңыздар, әдемі видео сурет жүктедіңіздер. Сол кезде, сол моментте сіз өзіңіздің болашақ жарыңызға қандай сөз айттыңыз, қалай ұсыныс жасадыңыз? Сөз дайындамадым. Ешқандай жиынға, тосқа мен сөз дайындап бармаймын ешқашан. Өзім сол моментте қандай сезімде тұрамын, қандай сөз аузыма Құдай салып береді, сол сөзді айтамын. Қандай сөз салып берді? Қатты есімде тұр. Әлде сіздің есіңізде бар шығар енді? Иә, не деп айтты? Айта берейін. Жоқ, айта бермеймін. Жоқ, енді қызық қой, мысалы менің болашақ жан-жарым боласың ба, жоқ әлде білмеймін ғой енді сіздердің өзара арақатынастарыңыз қандай? Сезімді білдірген шығармын. Ондай тез айтқан жоқ барлығын. Алыстан алып келіп, ұзақ сөйлесіп, сөйтіп соңында сөз салып. Негізі өзіңіз сездіңіз ба? Ой, екеуміз бірге Бірге ұйымдастырдық қой. Мәссаған! Ол сюрприз болған жоқ ешқандай. Яғни екеулеріңіз де дайын Иә. болдыңыздар. негізі андай әдемі датаға немесе сондай нәрселерге қатты Иә, қарамаймын ғой. иә. Ол кісі ондай қарайды. Сондықтан өз датасын таңдап осындай Өзім болса жерді, екен. өзім гүлді. Қай жерде өту керектігін де таңдадыңыздар ма бірге? Иә. Мынау қызық болды ғой. Яғни сен әдемі киініп келіп, боянып келіп, бір күшті жерге барамыз деген әңгіме айтылған жоқ. Бірге таңдап, бірге бардыңыздар. Бірақ сіздің жаныңызда құрбыңыз болды, қателеспесем, иә? Видеоға, фотоға түсіріп жүрген. құрбым болған. Бірақ олар бөлек отырды әрине. Кейін сөз салып болғаннан кейін қасымызға келіп. Суретке сұрап. Иә. Енді бір жыл араласқан екенсіздер, қай сәтте сіз Әдия сезіндіңіз және Әділет сіз мінекей екеуміз бірге боламыз, қосыламыз, отбасын құруға тырысамыз, семья боламыз деген түсінік қай кезде пайда болды? Мысалы, қыз бен жігіт болып жүрген кезде әлі түсініксіз болады ғой, ұнайтын тұстар болады, ұнамайтын тұстар болады. Түсініксіз дегенде, иә, ол енді қаржы маманды болғандықтан Расчет рисктарын бәрін есептейсің ғой, бірден уәде бермейсің, енді себебі білесің. Иә. Ертеңінде білмейсің не болатынын. Сондықтан да басында белгіледім бірден. Мен өзімнің ниетімді менікі жай уақытша жүру немесе бір ойымды бөлу емес. Менің нағыз ниетім ол кейін болашақта отбасы құру. Бірақ нақты кейін Құдай қандай күн тудыратын білмеймін. Құдай қаласа жақсы болады деген ниеттемін деп өзім ниетімді бірден білдіріп қойдым. Ол кісіде де жаңағыдай өзінің енді қыз бала болғаннан кейін күмәні болмасын. Бір қыздар өзі сондай ғой. Эмоцияға қатты беріліп кетеді, сондықтан да өзіне сенімді жүрсін деп бірден ниетімді білдіріп қойдым. Ары қарай өз-өзімен сәтімен өзі. Әділетті сынадыңыз ба, тексердіңіз ба? Жоқ, ондай болған жоқ. Болған жоқ па? Құрбыларына бір нәрсе айтқызып, қай жерде барсын, қай жерде жүрсін деп тексеріп, ондай әңгімелер болмады ма орталарыңызда? Жоқ. Кеше тағы да жолданған сұрақтардың бірі Адияға сұрақ. Оқырмандарымнан менің осындай Сәкен Майғазиевтің ұлы екенін бірден білген шығарсыз деп сұрады. Және де сіздің отбасыңыз қалай қабылдады? Енді өнер адамы, отбасы елге белгілі, халық жақсы көреді бұл кісіні деген сияқты. Дәл солай, манағыдай, оның отбасы менің әулетіммен таныс, менің әулетім оның отбасымен таныс. Сізге ұсыныс жасалған кезде, енді сіз өзіңіздің әке-шеңізге де ескертіп айтқан шығарсыз, осындай қадам жасайын деп жатыр деген сияқты. Әйтпесе тосыннан тосын болса да, үлкен кісілер түсінбей қалуы мүмкін. Ойбай, біздің алдымыздан өтпеді ғой деген сияқты. Сіз қалай ескертіп айттыңыз? Негізі сөз салу ол просто как официальный сәт сияқты ғой. Негізі біз оның алдында шешіп қойғанбыз. Уже датаны белгілеп, тойды ойлап, сөйтіп екі жаққа айтылды. Және сөз салу просто өзіміз үшін болған. Менің қалауыммен. Негізі жасағысы келмеген. Ол да бір естелік қой. Иә. Сол үйдің барлығы хабарда болды. Ал сіз? Мен де жоқ демадым енді ол затқа. Бір өзінің қалмасын деп тұрмын да шешесіне. Сондықтан да мен де қаладым. Өзі іштей разы болғаным, гештальт жабылғаны жақсы ғой. Жаңа да сіздің әкеңізден сұхбат алған кезде ол кісі айтып жатыр, сондай бір жақсы жаңалықты ұлым өзі айтты, одан кейін мен жан-жарыма жеткіздім деген сияқты сіздің анаңызға. Сіз енді үлкен ер азаматсыз ғой, осы әулеттің, осы үйдің тұңғышы болғаннан кейін еркекпен еркекше сөйлескен қалай болды екен, әкеңізге жақындап? Құдайға шүкір, әкеммен қарым-қатынасым өте күшті. Әкеммен андай үлкен бір секреттарым жоқ. Ол кісімен ашық сөйлесем.
біз айтар алдында да өте қатты бір ұялып қорқып ондай жоқ. Бірден ашығын айттым. Екеуміз онсыз да өте жиі сырласып тұрамыз. Сондықтан да әкеме жеткізу маған оңай болды. Ал әкем ары қарай анама жеткізді. Енді анаммен сөйлесуге білемін енді қаншалықты маған оңай болған. Қиын болған жоқ, бір десек те әкем жеткізген дұрыс болады деп ойладым. Бірақ анам енді онсыз да біліп жүрді. Бірақ енді нақты шешімге келген кезде хабарды бірінші әкем жеткізді. Өзіңіз іште қандай сезімде болдыңыз? Ортаңызда енді жігіттердің көбісі бас қосып жаңағыдай үйленіп кетіп жатқан шығар енді өзіңіздің құрдастарыңыз. Менің ортамда көбісі бойдақ кезінде. Әлі бойдақ па? Жоқ, Қазбекті білеміз, басқа жолдастарыңыз бәрі бойдақ па? Басқа көбісі бойдақ. Жастары 30-ға таясады. Сіздер арт бірінен кетіп жатыр. Сіздерде жас айырмашылық бар. Бізде жасымыз 7 жасар. Сіздің жасыңыз нешеде? Менікі 27. 27-де, сіз 20-дасыз. 20 жаста әлі ерте қызым мүмкін тағы жүре тұрасыздар деген әңгіме болмады ма? Менің мамамның өзі 18 жасында тұрмысқа шыққан. Басында айтты ерте емес па деген сияқты, бірақ әділетті танитын болғаннан кейін ол да қарсы болған жоқ. Жақсы көрсең болды деп сразу разылығын берді. Сіздің әке шешеңіздің жасы, менің білуімше, жаңа Сәкен аға айтты, бізден кіші деді. Иә. Ол кісілер немен айналысады? Тағы да бауырларыңыз бар ма сіздің? Жалпы отбасыңыз туралы айта кетіңізші. Иә, менің 3 бауырым бар. Менің апам, мен және інім үшеуміз. Менің анам 85 жылы жұмыс жасайды Қазақтелекомда. Менің әкем 83 жылғы. Жап жас екен ғой. Ол мұнайшы. Бүткіл өзен сияқты мұнайшы. Солай. Апам деп жатқанда әпкесі. Әпкеңіз туған әпкеңіз, иә? Оның отбасы бар ма, тұрмысқа шыққан ба? Жоқ, менен үлкен 2 жасқа, бірақ тұрмысқа шықпаған. Ешқандай кедергілер болған жоқ па? Бізде әдетте дәстүр бойынша үлкені кету керек, сен тұра тұр деген. Ол да қарсы болған жоқ. Иә, екі жақтың ата-анасы қалай танысты? Қашан танысты? Не сіздер енді шешім қабылдадыңыздар, бас қосамыз, бірге боламыз деп, тойға дайындық басталып кеткен кезде танысу керек қой. Олар телефон арқылы танысты. Онлайн ба? Екі жақта ғой. Екі ара енді алыс болғаннан кейін тойдың уақыты да таяп қалды. Біз негізі тойда қатты алыс емес, уже уақыт хабару шашып тұр. Иә. Енді екі ара қатты алыс болғаннан кейін, біріншіден, екіншіден тойдың уақыты қатты ұзақ болмағаннан кейін телефонмен танысуға біріншіден сол жөн болды. Тәтті шай болмады бізде. Телефон арқылы бір-бірімен сөйлесіп жүрді. Нағыз танысып, көзбе-көз көріскен кезде сырға салуда. Сырға салу. Көпшілік енді сол сырға салу, ұзату деген нәрселерді талқылап жатыр, өте қатты. Енді біздің оңтүстік жақ деп айтайықшы, Шымкент, Алматы, Қызылорда кішкене салт дәстүр басқа, әр елдің салты басқа деп айтып жатады ғой. Маңғыстаудікі енді білеміз қандай екенін, шет жағасын көріп жүрміз, бірақ көп кісілер таңғалды. Негізінде сіздерде сырға салу, ұзату тойлары қалай ұйымдастырылады, қалай өткізіледі? Ерекшеліктер бар шығар. Сырға салу өзіміздің қара шаңырақтан шығарылады. Көбісінде енді ресторанда, кафеде болады ғой. Бізде өзіміздің үйімізде ата-әженің алдына өтеді. Солай көпшілікпен бірдей. Онда ерекшелік жоқ. Ерекшеліктерін айтатындайды басқа жақтықын білмейтін шығар ол кісі. Соны айта алмайтын шығар. Бірақ мысалы сол жаңа ұзату кезіңізде кілемге отырғызып деген нәрсеңіз елге ерекше болып көрінді. Ақтаулықтардың өздері таңғалып. Ақтаулықтардың өздері де бейхабар ма екен? Жалпы ұмытылған дәстүр деп жатыр. Оны көбісі білмейді, бірақ үлкен кісілер хабарда, жалпы ондай бұрыннан бар. Енді ол ниеті аяқ жерге тимесін. Төрт жағынан 4 жесем, осылай аяғым жерге тигізбей әділетке дейін апарып берді. Әдетте біз жас жұбайларды көрген кезде көтеріп алып шығатын еді ғой дегенім ғой. Сізде ондай дайындық болған жоқ па? Бір көтере салатын да жем-жеңіл да, өзі үлпілдеп тұрған қыз, көтеріп алып кетсеңіз де жарасар еді негізінде дегенім ғой.
бірақ енді өздеріңіздің ұстанымдарыңыз салт дәстүрлеріңіз бойынша солай болды. Жаңа енді Сәкен ағадан да сұрап жатырмын қалың мал сомасы туралы. Әр елде әртүрлі ғой енді. 5 миллион деп айтты. Кейде мысалы қыз жақтан айтып жатады, ана сүті бар, басқасы бар деген сияқты өздері соманы белгілейді. Кей сәттерде мына жақ жігіт жақ өздері келісіп апарады деген сияқты. Сіздерде қалай болды? Жастар негізінде араласпайды, оны жақсы білемін. Десе де енді естіген шығарсыздар. Оны біз араласпадық болса. Вообще араласқан жоқ. Қанша, қалай боларын? Мен 5 миллион берген, уже инстаграмнан білдім. Тек инстаграм арқылы білдіңіз. Негізі тағы да қандай бір қосымша дәстүрлер, салттар бар ма сол кезде, қызды алып кеткен кезде? Соңында енді жеңгелер бешбармақты ауыз тигізеді кетер алдында. Соны көбісі қызықтап жатыр, ондай жоқ қой деп. Бірақ ондай бар. Ол енді әзіл ретінде жасалған, ондай серьезный дәстүр емес. Жақсы ниетпен. Ал сіздің ұзатуыңыз қалай өтті? Қалай жалпы кез келген қыз баланың қиялында болады ғой? Мынандай көйлек кисем екен, осындай кісілер келсе екен, былай билесек, я болмаса былай үкі таратсам деген сияқты. Толыққанды сіздің тойыңызды мен көрмедім, тек үзінділерін. Жалпы өзіңіздің ойыңыздағы болған той өтті ме? Иә, мен басында басқа өзімнің бірінші көрген көйлегімді қатты армандап кеттім, осыны кисем екен деп. Сосын ол үлгермейміз деді тігуге бір айдың ішінде. Кейін басқа көйлекке тоқталдым, бірақ ұзатуға бір күн қалғанда ақыры сол көйлекті алдыртып, бірдеңе қылып, салып келген Астанадан алдыртып. Әйтеуір өзімнің ойымдағыдай барлығын күшті қылып жасап шықтық. Барлығы күшті өтті, прям үлкен жоғары деңгейде. Сіздің дайындығыңыз қалай болды? Сұрттырда, мына деген әділет деген тыныш өзімен өзі тұрған жігіт деп ешқандай уайым жоқ бетте. Өзім көп уайымдай бермейтін адам. Уайымдағаннан бір не көрмеймін, мән көрмеймін. Сондықтан да қалай бар, солай шықтым. Көбісі кейбір кезде дұрыс тұрмай қалыппын, столға аяғым ауырып, столға екі қолымды тіреп тұрыппын. Сол кезде мынау өзін жауып тұр деп неше түрлі жазып жатыр, енді білмеймін. Енді ондай сыннан ешқайда кете алмайсың бәрібір. Сондықтан да мен дайындығым тек қана костюм шалбарыммен болып, басқа. Негізінде ондай сәттерде контрольда еш нәрсені ұстай алмайсың ғой, өзің не істеп жатқаныңды, кім келіп жатыр, кім кетіп жатыр деген сияқты. Бірақ кішкене жол алыстау болып қалды, иә? Жаңа өзенде болды ғой, иә? Кеше Беташарда Қазбекті көріп қалып сұрап жатырмын, ол кәдімгідей шаршап қалған, одан кейін билетті ауыстырып бері қарай келдік деп айтып жатыр да. Сол жағын білгім келеді, иә. Аман есен жеттіңіздер ме, қалай орналастыңыздар, қанша адам болып бардыңыздар? Негізі саным нақты 20 адам болып бардық. Қазбек екеуміз негізі бір күн бұрын асықпай ұшып жетіп алдық негізі. Бір күн тұтынаға болайық деп. Басқа қонақтарымыз күнде-күн келіп, біраз жолда шаршап қалған шығар. Бірақ енді бұндай қуаныш үшін шаршауға да тұрады деп ойлаймын. Шаршасақ өйстіп шаршайық. Иә, аумин. Жігіт жолдас, қыз жолдас қалай таңдалды? Кәдімгі өзіміздің жақын деген достарымыздың арасынан. Мен енді ешқалай сұрақ жоқ. Мен бірден дедім, так түсінікті нәрсе. Қандай да міндеттері болды ма олардың? Әлі де енді тойда да олар бой көрсететін шығар, иә? Қазбектен де мен бір жасымнан бастап бірге өскенбіз ғой. Туғаннан бастап сенде артық болмайды. Әке-шешеміз жас кезінен біз дүниеге келмей тұрып бір-бірімен өте жақын араласатын жақын достар. Сондықтан Қазбек болатын ол енді айдан анық болып. Қазбектің дайындығы ең кісі шығар ол күде костюм шалбармен құтылып. Енді оны басты міндеті тойда құдай қаласа. Иә, енді алда үлкен қуаныш, үлкен той келе жатыр. Енді кез келген отбасыда, кез келген әулетте осындай той болатын кезде шаңырақты дайындайды ғой көбінесе. Білмеймін енді сіздердікі қандай, үйіңізді көрген жоқпын. Біз енді өзіміздің ауылымызда сыртын ақтеп, кәдімгідей ішін жуып, жинап, сіздерде сондай дайындық болған шығар енді. Құдалар келе жатыр деп. Сол ремонт, жаңарту керек, перделерді, кілемдерді деген сияқты. Әке-шешеңіз қалай дайындалды? У-шу болған шығар, жалпы Жаңаөзеннің барлығы білетін шығар. Сәкен Майғазиевтің отбасы келе жатыр, құдалар сол кісілер деп. Енді олар бір ай қалғанда білді ғой. Бір айдың ішінде енді ағаларым сау болсын барлығын өздері жасады. Үйді өздері сырлады, ауланы өздері тазалады. Жан-жақтан ағайындарымыз келіп көмектесті. Ағаларым, інілерім бәрі жиналып бір ауыздан тез аяқтап тастады негізі. Барлығы бірге қосылып. Негізі айтады. Артыңыздан келетін жүк ше, сіздің стористарыңыздан ба бір жерден көріп қалдым, бір жиһаз таңдап жатқаныңызды? Иә, ол біресе құтылықта, оны болады, тойдың алдында.
сол кезде бәрі көрсетіледі. Не таңдап қойдыңыз? Мен білем әйтеуір барлығын жария етіп ортаға шығарып көрсетіп жатады. Сіздің талғамыңыз қандай дегенім ғой, не таңдадыңыз? Мебельдер, техникалар, және көп киім алған жоқпын. TikTok'та көресіздер. Сол бәрі құрақ көрпелер, ыдыс аяқтар, аяқ киімдер, сумкалар, косметикалар, енді и так базовый нәрселер. Қызға қажет нәрсе. Енді келіншегіңізді деп айтайықшы, енді сүйіктіңізді үйіңізге алып келдіңіз кешегі деп жатсыз. Алдыңғы күні беташар болды. Сәлем салған кезде жігітсіз ғой, енді қараңызшы, жүріп жүрген қызыңыз. Кезінде бір кафеде көріп қалған, ұнатып қалған қызыңыз қазір орамалмен үйде сәлем салып тұр. Мысалы, жігіт үшін қандай сезім деймін да? Керемет. Күшті. Енді мен уже жасым қатты 20-да болмағаннан кейін де барлығын енді саралап саптап осознанно да. Уже солай қабылдаймын барлығын. Күшті. Керемет сезім. Наташа Қазбекке жеке өзіне үлкен рахметімді айтамын. Обязательно. Міндетімді ойлаймын Қазбекке рахметімді айту. Мен үшін қанша күн ұйықтамайды, жанымда жүріп қолдау көрсетіп, ағайындарыма көп рахмет. Мен енді өзім көп күш кетірмедім, шынымды айтайын. Ұйықтамай азаннан кешке дейін осында жүгіріп, шапқылап жүрген ағайын туысқандарыма, інілеріме, аға әпкелеріме көп рахмет. Қазбекке жеке өзіне бөлек рахмет. Жазира мамама, Жанболат әкеме үлкен рахмет. Бұл кісілерге де. Мен рахмет айтатын кісілер өте көп. Берекет досым өзі Айдан ағасы болса да, мен үшін керісінше менің жағым сияқты маған көмектесіп, Ақтауда күтіп алып, барлығына көп рахмет. Олар болмаса, енді бұндай деңгейде өтпейтін еді. Мені көп жүктен жеңілдетті. Көп рахмет ол кісілерге. Айда кімге рахмет айтады екен? Әке шешеме, жеңешелеріме, олар барлығын ұйымдастырды. Мен тек нені қалаймын, соны айтамын. Болды. Олар өздері алып беріп, таңдап, көмектесіп жүрген. Әрдайым айтады, қорықпа, қасыңдамын деп. Көп рахмет соларға. Сіздерді махаббаттан өзге тағы да не байланыстырады деп ойлайсыздар? Екеумізде негізі мінезіміз андай жұмсақ, конфликт вообще жоқпыз. Сол үшін деп ойлаймын, екеумізге оңай қарым-қатынасымыз осылай сақтап қалу. Мінезімізден басқа. Мүмкін құқтарыңыз бар шығар, білмеймін, мүмкін караокеде әндетіп отыратын шығарсыздар, білмеймін. Екеуіңіз де жоқсыңдар ма? Енді жүріп жүрген кезде барған жерлеріңіз болған шығар енді? Екеуіңіз парашюттан секірейік деген сияқты бір нәрселер бар шығар? Жасақ көргіміз келеді дейтін дүниелер бар ма? Мен ондайға кішкене көбірек не істеймін. Бұл әділет ондайға енді қатты қызықпайды. Сіз андай активный қыз сияқтысыз ғой, жарайды деп жүре беретін кісі сияқты ғой, сондай ма? Ана істейік деп. Енді әр адамның өзінің отбасылық бір үлгісі болады, өзінің әке-шешесіне қарап, мысалы, анасына қарап қызын ал деген сияқты, бірақ бұл жерде керісінше сұрақ. Сіз өзіңіздің әкеңізге ер азаматтың моделі ретінде қарайсыз, анаңызға осындай жар болу керек деп қарайсыз. Сіз де мысалы әкеңізге де анаңызға да қарайсыз. Болашақ жарыңызды таңдаған кезде өз әке-шешелеріңізден көрген нәрсені бір-бірлеріңізден көре алдыңыздар ма? Мен көре алдым. Айдан анама қатты ұқсадым. Өзіне қатты көп ете бермеймін. Анама да ешкімге ете бермеймін, бірақ сырттан бақылаймын, өте бір-біріне қатты ұқсайды. Беткел-беттері болса да, мінездері болсын, жұмсақ, добрый деген сөз ұмытып қаламыз. Сіз ше? Менде ондай болған жоқ. Әкем әділетке ұқсамайды, екеуі түрлі адам. Мүмкін ер азаматтың бойында өзіңіз бағалайтын бір қасиеттер болады ғой. Менің болашақ күйеуім, жігітім, жан жолдасым осындай болса екен деп бойында бір мінез болады ғой. Ең басты үш қасиеті ол мен үшін білімі, түсініспеушілік и адамдарға деген сыйластығы. Осы үш нәрсе әділеттің бойында бар. Мен бұрыннан қалап жүрген адам кездесті деп ойлаймын. Не нәрсе ұнамайды? Айтып тастаңыз өші. Осы бір нәрсесін зерттім келеді дейтін нәрсе бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Барлық кемшіліктермен бірге жақсы көремін. Сола деп ойлаймын, енді барлық қызығы да адам кемшілігін жақсы көруде. Тек қана плюстарын ғана іздеп жақсы көре берсең, онда шанс жоқ шығар.
Енді айтады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Сіздер қыз бен жігіт болып жүріп жүрген кезде де осындай үлкен қадам жасаймыз деген кезде талқыладыңыздар ма? Осындай нәрсеге мысалы сіздің тарапыңыздан сен дайынсың ба бірге тұруға, мысалы ата енемен, немесе кейін Адия мен жұмысқа шыққым келеді десе, я болмаса басқа бір іспен айналысқым келеді десе, сондай бір глобалды тұрғыдан бір нәрселерді талқыладыңыздар ма тойға дейін? Міндетті түрде барлық өзімнің кемшіліктерін енді бірден кезінше қорқытып айтқанды ұнатамын. Мысалы кейін үміт күткен заты жоқ, алған емес, күткен заты өзінің реальностьтан азырақ болсын, реальность күштірек болса екен деп. Сондықтан енді бірден айттым, енді онсыз да айқын шығар, бірге тұратынымыз да ол затқа енді бір үлкен фокуста қойған жоқпыз негізі. Мен үшін ол ондай үлкен тема емес. Мен оған о бастан дайын болдым. Оған ешқандай қорқыныш, андай не жоқ. Жаман зат тіпті қабылдамаймыз. Енді жап-жас қыз ғой, мысалы, оқуын кейін тағы да оқиды, иә? Кейін мысалы жұмыспен айналысқым келеді, жұмысқа шығып кеткім келеді, болмаса өзіңіз сияқты мысалы бизнес ондай сұрақтардың барлығын басында қойып тастағанмын. Мен бүйтсемші, мен сөйтсемші. Ол барлығын қолдайды әділет. Өйткені кей семьяларды бірден айтады да, мысалы сен маған тұрмысқа шықтың, мен өзім ақша табамын, сен үйде отыр, бала-шаға қара, үйдің шаруасымен айналыс деген сияқты кесіп айтады. Өзін таңдау, егер де жұмыс жасағысы келсе, мен қарсы емеспін. Себебі мен әке-шешем қарсы емес ондай затқа. Дамыса, әрине жаңағы ортасына байланысты рұқсатын беремін. Егер де мен қызғандырмайтындай ортасы әйелдер ондай жұмысқа мен ешқашан қарсы болмаған. Керісінше дамыса, бірімен ары қарай шындаса, ол кейін болашақ ұрпақтарға да жақсы, құдай қаласа. Сондықтан мен қарсы емеспін. Қуаныш дегенге қарағанда екеуің бүйтіп қимылдап жыбырлап кеттіңдер ғой, яғни бірақ жұмыс жасағысы келмесе ешқандай мәселе жоқ. Жұмыс жасаса да жасамаса да мен өзінің еркіне қалдырдым. Енді орамал туралы сұрайын десем, өзіңіз де орамалды арусыз. Жаңа жолданған сұрақтардың ішінен де бір сауал келді. Орамалға қалай келдіңіз деп? Орамалға негізі ұзақ келдім, ұзақ уақыт қажет болды. Басында Алланың қалауымен намаз бастадым. Және одан кейін 2 жылдай тек намазбен жүрдім. Сосын іште бір андай сезім пайда болды. Қасымдағылар уже оранып бастады, бірге намаз бастаңыздар. Менде енді қорқыныш болды, бірақ ата-анам қарсы болды кішкене. Енді олар кішкене современный адамдар болғаннан кейін түсінбейді. Бірақ қасымдағы достарымның, құрбыларымның поддержкасының арқасында қатты қиын болған жоқ енді. Сразу үйренісіп кеттім. Одан кейін енді орамал жақсы көремін. Жоқ, орамалыңыз өзіңізге жарасады. Өте әдемі. Сіздің де көзіңіздің жайдан жай түспеуінің себебі ол да шығар, мысалы. Өте тартымды ғой. Өте тартымды көрінеді. Бірақ жаңа да сұрап жатырмын әкеңізден, енді әр адамның отбасында өзінің тәртібі, заңдылығы, ұстанымы болады. Сіздер өздеріңіз қалыптасқан отбасысыздар. Әке шешеңіз, өзіңіз қарындастарыңыз бар. Жаңа адам келді. Кішкене тәртіп өзгеруі мүмкін деген сияқты, иә? Сізде енді екінші әкеңізден және екінші анаңыздан сұраған шығарсыз. Қалай жүруім керек? Не істеуім керек? Қандай зат қай жерде тұр? Жаңа ас үйге кірген кезде ас дайындайын ба, әлі дайындамайын ба деген сияқты. Не туралы сөйлестіңіздер? Мен әкемен емес, мамамен сөйлесемін. Бірдеңе сұрасам мамадан сұраймын. Таңда нешеде тұрамын, ертең не істеймін? Не айтты, ал айта қойыңыз. Айтты, ол маған ешқандай талап қоймайды. Демала бер, жата бер деп, ондай ауыртпашылық салмайды. Рахмет оған. Түсініспеушілігі мол адам. Ас үйде жүрген кезде де көмектесіп жүреді. Мен жанында тек. Енді жаймен үйреніп жатырмын, келгеніме 3 күн болды ғой. Уже көп нәрсе білемін деп ойлаймын. Сәлем салу деген нәрселер бар ма? Енді бір жақта басқаша салады ғой. Мен басында сұрадым мамадан. Қалай салам деп, маған үйретіп, көрсетіп сөйтті. Қазір салып бере аласыз ба? Сіздер жақта қалай салады? Бір жақта былай салады. Иә. Енді мен былай салам қазір. Бақытты болыңыз. Жаңа да келген қонақтарға жаңа ас әзірлеп, шай құйып жатсыз ғой, негізде өзіңіз ас үйге жақынсыз ба? Тамақ жасағанды жақсы көресіз бе? Тамақ жасағанды, енді қатты тамақ жасап істемеймін өзім бұрыннан. Бірақ наоборот үй жинағанды жақсы көретін едім. Қазір енді қатты қиын болып жатқан жоқ, үйренісіп кеттім деп ойлаймын.
қазір уже рутинамның бірі болып кетеді ғой. Сол үшін ұнайды өзіме, иә. Көмектесіп Негізі- жүрген. Көп жүргеннен кейін көп нәрселерді көреміз ғой. Кез келген адам өзінің мақсатын, ойын, арманын, сөзін абайлап айту керек екен да. Өйткені қабыл болып кетеді екен. Сіз айттыңыз, үй жинағанды жақсы көрем дедіңіз. Енді осындай 2 қабатты үлкен қанша шаршы метр екенін айтпай ақ қойын. Үй бұйырып тұр енді сізге, дәл осы үйді енді таңнан кешке дейін жинап жүретін өзіңіз. Жарыңызға, жолдасыңызға қараңызшы, қандай керемет, жан жарыңыз, жігітіңіз емес, енді жан жарыңыз. Жан жарыңызға арнап ас дайындадыңыз ба? Жеке өзіңіз. Дайындаған жоқпын. Не жейтінін сұратып па едіңіз? Иә, сұрап. Иә, ол тамақ дейді. Тамақ Любой жей жей береді. береді, алдамайды Мысалы, өйтіп. қандай талғамы қандай, нені жақсы көреді? Мен Жаңа айтып жатыр, Динара ханым керемет тамақ жасайды деп, неше түрлі тағамдарды жасайды деп. Әдет енді өзінің қандай тамақ жақсы көретінін білмеймін. Жақсы Донер көрсеңізші. жақсы, Не пюре жақсы? жақсы көреді. Оңай тамақтар. донер жеймін. Екеуін қыдырып жүрген кезде де байқаған шығарсыздар, кімнің талғамы қандай, не жақсы көреді, не қылады деп. Кафеде отырсақ пюре заказ береді. Детский Прям менюдан. Бірақ жасым 27-те десеңізші. Енді керемет қой. Негізінде сіздер енді жас отбасы болғаннан кейін бірге тұрасыздар ғой, ата енеңізбен, иә. Қалай қарайсыз, егер де кейін көріңіздер, бөлек шығып көріңіздер, бір отбасы болып көріңіздер, болады ғой енді жас семьяларда мәселелер болады, проблемалар болады, соның барлығын өздеріңіз жеңіп көріңіздер деп бөлек шығарып жатса. Ұзақ уақытқа емес, енді белгілі бір уақытқа қалай қарайсыздар? Жоқ әлде сіздің ұстанымыңыз мен әке шешеммен ғана тұрамын? Жалпы менің ұстанымым сондай, кішкентай кезден бастап. Бір ондай бір қатып қалған бір қырсықтықтан жасалған зат емес. Өзіме жаныма солай қолайлы, ыңғайлы. Әке шешем жанымда жүрсе, ол кісілерге қарасақ, ол кісілер бізге қараса, жаңағы құдай қаласа бала болса да үлкен көмек ол. Үйде адам көп жүрген отам. Сондықтан да әке шешеммен тұрған маған өзім үшін ұнайды. Көбісі керісінше қашып жатады, бірақ маған солай жақын. Енді қазір 3 қайын сіңіліңіз бар. Сіздерде ат қою бар ма? Бар, бірақ әлі қойған жоқпын. Өздерінің аттарымен ата жүрмін. Ойымда бар енді, примерно ойлап қойдым, қандай ат қоямын деп. Қандай мысалы? Мысалы қарайды ғой, мінезіне қарайды, еркелігіне қарайды, бет-әлпетіне қарайды. Азиядан не алып жүр, Азия олардан не алып жүр. Сол мен айтамын да, қалай бір семьяда сіздер жүрсіздер. Жаңа адам келіп тұр ғой, мысалы, иә, ол қыздардың өздері жаңа беташарда да қыздар сіздің қасыңыздан кетпей жүрді. Енді келді, бүкіл жаңағы назарыңызды сіз жарыңызға арнайсыз. Бұл қыздарда да кішкене қызғаныш болуы мүмкін. Сол үшін иә, өздеріне міндетті түрде жеке-жеке көтеріп, құшақтап, еркелетіп. Түсіндіріп айттыңыз ба, жалпы таныстырдыңыз ба? Бізбен тұрады, бұл қыз енді деп, иә? Иә, таныстық. Үйленбей тұрып, басында таныстық. Қандай ат қоясыз, жобалап? Көркем, сосын еркем деген таңдап қойдым. 3-шісін ойластырып жүрмін әлі. Енді беташар өте әдемі өтті. Бізде енді болдық, көрдік, бақыладық, сыртынан қарадық, тамсанып көз тимесін. Сізге сұрақ қойылды махрге байланысты. Сіздер дайын болмадыңыздар ма? Жиі қойылатын сұрақтардың бірі ғой негізінде. Бір-бірлеріңізге қарап қалдыңыздар. Біз негізінде ақылдасқанбыз, иә. Тек қана қазір бересің ба деді бізге. Сол моментте тек қана. Мен ойладым, сол кезде ғана сұрап жатыр ма екен деп. Яғни сіздер алдын ала келісіп қойдыңыздар. Келісіп қойдық дегенде ондай. Мен өзіме басында айтып қойғанмын, осындай сұрайын деп. Иә деп. Болды. Мен сол видеоны жүктедім өзімнің инстаграмда парақшама, көрдіңіздер ма, көрмедіңіздер ма білмей, 1 миллионнан асып кетті. Барлығы Диана деген мақтап, жаңағыдай жағдайы бар, атағы бар отбасыға келін болып түссе де өзінің кішіпейілдігін көрсетті, тәрбиесін көрсетті деп мақтап жатыр. Себебі өздеріңіз білесіздер ғой, қазіргі таңда қыздар әртүрлі дүниені сұрай береді. Қандай отбасыға түссе де асырып сілтеп соны айтып жатады. Негізі неге жүзік, неге Сақина? Ойыңызда неге сол нәрсе жүрді? Өзім Сақина қатты жақсы көремін. Ойымда бір Сақина жүрді. Енді тек махрдың ырымын жасап қойдым, оны былай да алып бере алады, бірақ енді шүкір. Махр ең соң сұраған дұрыс болар дедім. Алып бере алады дегенге қарағанда, Әділет мырза романтик сияқты. Өйткені үнемі гүл шоқтарын көремін сіздің парақшаңызда. Әйтеуір бір жерге қыдырып апарады. Жоқ әлде сұрап алу керек па? Жоқ әлде кішкене бір намек тастап айту керек па? Намек тастау керек, ондайға жоқ, ол өзі алып береді. Ана гүл маған ұнап тұр деп
айтпау керек, маған алып бер деп Иә. айту керек, иә? Негізі ондай емес па өзіңіз? Бір романтикаға, бір тосын сый мен жасап. бірдеңе алам десе сразу айтамын, Иә. тіке сұраймын, сосын барып намек алып бойынша түсіне беремін. Түсіне беріп. Иә. Бірақ мысалы қыз бен жігіт болып жүріп бастаған кезде ше, бір қыздың көңілін өзіңізге Ой, аулағыңыз басында келеді ғой. иә гүлдер жіберіп Не істеді, ал не істеді? Не істедіңіз? Қалай жауладыңыз? Біреу жазыпты да маған, Анна ханым сұраңызшы, біздің жаңа өзеннің қызын қалай өзіне қаратты әділет дейді. Сосын айттым, жарайды, сұрап көрейін дедім. енді басында жазбай тұрып маған гүл жіберген, бірақ мен өзі айтпаған жібергенін. Мен кімнен екенін білмей жүрдім, 3 күндей білмей жүрдім. Сол кезде ұнап қалды, андай өзі андай тыныш әрекет жасайды ғой, сөзбен емес әрекетпен көрсетеді. Сол жағы ұнап қалды қатты. Сексенбай жіберген деп сұраған Үш кезде рет де сұрады. жоқ деген мен емес. Жоқ деп береді. Сосын соңында мойындады, сосын барып қатты жақын араласып кеттік, сөйлесіп уже негізі басында өйтіп қатты сөйлеспеген едік. Сол гүлден кейін уже қатты ұнап қалды. Негізі қыз үшін қаншалықты маңызды жігіттің солай көңіл бөлуі? Әркімге әртүрлі деп ойлаймын. Біреулер гүлді қатты ұнатпайды. Енді маған да ол қатты андай важный нәрсе емес. Тек Бұл жерде больше ниетім шығар. Андай көңіл күй түскен кезде жай гүл жіберіп, ниетінде бір қарату емес, көңіл күйін көтеру ғана болды. Себебі қанша сұраса да жоқ, мен емес жіберген деп қоя бердім. Соңында ғана уже сұрап қоймаған екен, иә деп. Содан бастап едім. сол әрекеті деп ойлаймын енді. Мені қаратқан. Негізі әйел адам үйдің берекесі, мерекесі ғой, көбінесе шаңырақта болады. Ер адам тұздың адамы. Сыртта болады, жұмыста ақша табу, басқа да әрекет етеді. Сол нәрсені сіздер қалай келісіп алдыңыздар? Өйткені мен енді көп отбасыларға қонаққа барамын, көп әншілермен араласам, жұлдызды жұптармен араласам. Әркімнің ұстанымы әртүрлі. Біреу айтады, менің телефонымды қарамау керек, мені мазаламау керек, мені іздемеу керек. Жаса, қайдасың, амансың ба деп сұрау керек, болды, басқа ешқандай артық дүние жасалмау керек дейді. Сіздер енді жап-жассыздар ғой, десе де енді келін болып түсіп жатсыз. Шайға келетін қонақтар өте көп болады. Әділет бағанағыдай жұмысқа кетіп қалуы мүмкін, қашан келетіні белгісіз болуы мүмкін. Сол жағын қалай шештіңіздер? Телефон ақтару, қарау. Бізде тек қайдасың деп сұрамай. Болды, ондай басқа шектеу ештеңе жоқ бізде. Тек қана қайдасың деп сұрамаса болды. Сол сұрақ жаман десеңші. Одан кейін бірге жүру, қыдыру деген сияқтыларға міндетті түрде болады ғой. Тек қана еркектер жиналып жатыр, сен үйде отыра бер деген сияқты. Иә, мен ондай наоборот демалғым келеді өзім. Шыққым келмейді особо. Шықса шыға берсін. Домашний адам үйде отырғанды ұнатады. Қыдырса мен қыдырамын. Күшті. Енді 2 күннен кейін ала бұйырса үлкен тойларыңыз Бұйырса, болады. Сол тойға дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Жалпы енді сіз жақтан жасалып жатыр ғой бұл той. Ат салысып жатсыз ба, жоқ әлде сізге дауыс беріліп жатқан жоқ па? Дауыс, көбінесе әке-шешем ғой. Әке-шешем. Енді көбінесе ол біздің тойымыз емес, ата-анамыздың тойы ғой. Сол үшін олар шешіп, өзара ақылдасып жетеді. Не кетіндеріңізді сіздер шешетін шығарсыздар? Тек киім жағын ғана біз десеңізші. Оны қатырамыз. Киімді таңдап қойдыңыздар. Көйлегіңізді мен шет жағасын алдында барып көріп қойдым. Яғни ол дайын көйлек. Неге сондай таңдау жасадыңыз? Енді ондай, мен өзім үлкен киім кигім келген жоқ, басынан пышный. Өзіме андай кішкене жеңіл, обычный көйлек ұнады. Мамаңды талғамы сондай болып, екеуміз сразу соны жақсы көріп кеттік сол көйлекті. Соған тоқталдық. Енді бір носы болып, қолдар ашық болды да. Енді соны қазір жөндеуге ательеге апарып тастағанбыз, берсе дайын болды деп ойлаймын. Тойда бір көйлек киесіз? Бір көйлек. Әйтпесе кейбіреулер бар ғой, 5-6 рет ауыстыратын, ондай жоқ. Көйлекті сіз таңдап сатып алып бересіз ба? Жігіт жағы алып береді ғой, жоқ, біз алып береміз ғой. Барлығын, бас аяғын. Өздері таңдап, біз алып. Костюм қандай? Қымбат па? Жоқ, кәдімгі қарапайым смокингін дайындап қойдық. Соны киіп барамыз. Той барысы қалай өтетінін білесіздер ме? Сценарийін көрген бе? Жоқ. Білмейсіздер ме? Дым хабарым жоқ. Қалай болады, не істейсіздер, кімдер келеді? Сенімдімін барлығы жақсы өтетініне. Жанаға рахмет. Ол кісі барлық ұйымдастыру шараларын өзіне алды. Көп рахмет. Біз соған сендік. Әке-шешем жанында ол кісілер көмектесіп отыр. Бізге ешқандай ауыртпашылық мүлдем салынып жоқ, шүкір. Тек андай мелочь шаруалар болмаса.
кеше сценарийін көріп мен таңғалғанмын негізінде қалай болатынын барлығын бас аяғына дейін көрдім. Қызық дүние болайын деп тұр. Біріншіден 800-дей адам шақырылған, сосын қызыл кілем болады, оны білесіздер. Тікелей эфирде көрсетіледі. Бұл сұхбатта сол тікелей эфирде той барысында көрсетіледі және тура сол күні сіздер кәдімгідей Ахаш бөліміне тіркелесіздер. Жаңа беташар күні сіздер неке қидыңыздар, ресми түрде құжатты той күні аласыздар. Бірақ Ахашда емес, сол мейрамханада. Неге? Әлде солай ыңғайлы болды ма? Иә, бір жерден барлығын бітіретін ыңғайлы шығар. Мейрамхананың бәрі өзінде емес, ағайал түлектің жанында. Сол жақта жасалған ыңғайлы болады деді. Біз кішігірім, көп те адам болмайды, өзіміз жақындарымыз. Ертерек жасаймыз, тек жақындар ғана болатындай қылып. Сосын тойға емін-еркін дайындалу үшін де сол жанында болса жақсы болады деп. Иә, дұрыс. Бөлек күн арнамай ақылансыздар. Бізде негізінде сол кезде сұхбатты жазамыз деп ойлаған едік, бірақ мен біліп тұрмын, қаншама адамның ортасында жүресіздер, кішкене ой шашырыңқы болады деп, сондықтан енді мазаларыңызды алғанымыз үшін кешірім сұраймын, бірақ көпке қызық, сіздер қалай таныстыңыздар, қалай табыстыңыздар. Енді Алла қаласа жақсы сәтті өтсін тойларыңыз, сол қуаныштарыңыздың куәгері бізде болып қызметте сияқты жүреміз, барынша сіздерді қолдауға тырысамыз. Тойдан кейінгі жоспарларыңыз қандай? Бал айы деген дүние бар ма сіздерде? Иә. Бал айын енді әлі қай жаққа баратынымызды шешкен жоқпыз. Ол кейін болмаса, қазір оған бас қатырғымыз келіп тұрған жоқ. Асықпай кейін өзіміз реттеп. Иә, оған бір шектеу жоқ, нақты бір жаққа бару немесе. Енді әділет біледі ғой, көп жерге барған, мен барған жоқ. Енді бүкіл әлемді көрсететін әділет енді сізге. Оған қоса қаржыгер есепті жүріп өткізіп жатқан адам ғой. Бүйткенде сөйтеміз, тойдан түскен ақша сіздердікі емес. Тойдан түскен ақша ата-аналарыңыздікі. Тойдан кейін әжемізге барып қайтамыз. Айтқандай, сол үлкен кісі туралы мен сұрауды ұмытып кетіппін, себебі көбісі жазып жатыр. Үлкен апайымыздың, әжеміздің жағдайы, денсаулығы қалай өткені беташарда көрінген жоқ ол кісі. Яғни созақтан бері келмеді. Құдайға шүкір, жағдайы әжем тың, өзінің жасына әжемнен 90-ға келіп қалды. Десек те, сонау созақтан 1000 шақырым жерден ат терлетіп келген үлкен кісіге қиындау болады. Сондықтан да әжем үйде қалған, үйде өзіне солай ыңғайлы. Сондықтан да әжем тойға қатыса алмайды. Бірақ өзіміз барамыз, тойдан кейін міндетті түрде батасын алып. Әрине, өмір жасы ұзақ болсын. Енді сіздің әкеңізді қанша жыл танысақ, сол әжеңізді де сонша жыл танып жатырмыз ғой. Үнемі жадырап, күліп, ойнап, жаңағы кереметтей батасын, тілегін айтып жүретін апайымыз, әжеміз, ақжаулықты анамыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сізде бүкіл елмен бірге осы тойды онлайн көріңіз, телефоныңызды алып. Сіздерге көп-көп рахмет. Бақыт тілеймін сіздерге. Өте жарасымды жұпсыздар. Тіл көзіміз тасқа, бақытты болыңыздар. Барлық жақсылықты тілеймін. Үлкен өмірге сондай бір жақсы қадам жасап жатсыздар. Өте үйлесімді жұптардың бірісіздер деп білемін. Өздеріңіз қандайсыздар, өмірлеріңізде дәл сондай ашық жарқын болсын. Құтты болсын. Әке-шешеме көп публично рахмет айта беремін. Себебі тіл көз бар. Біреудің әке-шешесі ол затты жасай алады, біреуге жаңағындай мүмкіндіктері болмай жатады. Сондықтан да тіл көзден қорқып, Құдайдан қорқып көп айта беремін. Желіде, немесе біреулердің көзінше, бірақ десек те енді сонша жылдан бері мені бағып қағып, не ішем, не жегізем демей асырап, өсіріп, осыны дейін жеткізген әке-шешеме үлкен рахметімді айтамын. Осы той, осы барлық дүние әке-шешенің себепкері қылып, сол кісілердің несі енді үлесі өте үлкен. Сондықтан әке, ана, сіздерге көп рахмет. Барлық жасаған жақсылықтарыңыз үшін. Құдай қаласа енді ақтай алмайсың ғой ешқашан, қанша жақсы жасасаң да, бірақ та болмасаң да ұқсап бақ. Сондықтан да тырысам, ең болмағанда тырысамыз енді, Құдай қаласа. Сондықтан әке, ана, сіздерге көп рахмет. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Кез келген біздің болашақта қадамдарымыз ол сіздердің арқаларыңыз және сіздер үшін болады. Құдай қаласа уайымдатпай, сіздердің ұрпақтарыңызды қарай жалғастырып, жақсылыққа кенелулеріңізге біз себепкер болсақ деп тілейміз, армандаймыз. Көп рахмет сіздерге. Қатты жақсы көреміз. Енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын ешқашан. Әке-шешеме разылығымды қалай мен пір тұтамын, ол кісілерді қалай жақсы көремін.
көп рахмет сіздерге. Тіл-көзден аман болыңыздар. Бастысы Құдай назарында ұстасын әрқашан, және де жұмақта бірге қартайыңыздар. Қатты жақсы көремін. Қарындастардың тек жақсылығын ғана көріңіздер. Құдай қаласа, ол мен басында да енді қарындастарым менен қаншама жас кіші. Енді тіпті менің қыздарым сияқты ғой, енді былай жас ерекшеліктеріне қараған кезде. Сондықтан да жар таңдаған кезде де ол бір үлкен септігін тигізді. Себебі жар таңдаған кезде мен тек қана түріне немесе бір определенный бір критерий, жаңағы тек қана біліміне ғана емес, екінші жақтан қаншалықты менің қарындастарыма да кейін қалай қарайды, оларға да қандай тәрбие бере алады, соған да қарадым. Ол критерийдан да сүрінбей енді жақсы өтті. Сондықтан да саған да рахмет, қарындастарыма да рахмет айтамын. Барлықтарын жақсы көремін. Келген қонақтарға да, тойда көрсетіледі ғой, тойда қонақтарға да көп рахмет. Уақыт бөлгендеріңізге, келгендеріңізге, қуанышпен бөліскендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Тек қана жақсылықта кездесейік, тек қана той болсын. Ана ханым, сізге рахмет. Күткізгенімізге ренжімеңіз. Барлығы жақсы. Тойда қаласа бірге қауышып, қуанышымызды бірге бөлісейік. Көп рахмет сіздерге. Сіздерге де ағалар. Иә, рахмет. Енді ең бастысы тойларыңыз өте жақсы өтсін, қонақтар үшін де, және ең бастысы сіздер үшін. Өйткені өмірлеріңіздің сондай бір айтулы күні, айтулы датасы мәңгілік есте қалатын, үлкен кеме болып теңізге шығып жатсыздар. Жолдарыңыз ашық болсын. Аумин, айтқаныңыз келсін.